достар, бүгін сіздермен ағылшын тілі сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы артикльдер. Артикльдер дегеніміз не? Артикльдер зат есімнің алдына қойылады. Олардың жеке лексикалық мағынасы болмайды. Екіге бөлеміз: белгілілік және белгісіздік деп екіге бөлінеді. Белгісіздік артикліне a, n артикльдер жатады. Белгілілік артикліне v артиклі жатады. Өзі ағылшын тілінде тек қана 3 артикль бар. Бүгін белгісіздік артиклі a, n артикльдеріне тоқтаймыз. Келесі сабағымызда белгілілік артиклі v-ға тоқтаймыз. Жалпы белгісіздік артикль деген ол зат есімнің алдына жалпы мағынаны білдіреді артикль дегеніміз. Мысал: a pen, a bag, a desk, a pencil, an exam, an apple, an airport деп. Бұл жерде a және n артикльдері бар. Ол не үшін біз a артиклін қоямыз, не үшін n артиклін қоямыз деген сұрақ туындайды. Егер де айтқалы отырған зат есім дауыссыз дыбыспен басталса, онда a артиклі қойылады. Егер де айтқалы отырған сөзіміз дауысты дыбыспен басталса, онда n артиклі қойылады. Мысал: a pen, a bag, a desk, a pencil. Бұл жерде p, b, d, p әріптері дауыссыз болғандықтан біз a артиклін қойдық. Жалпы артикл, белгісіздік артиклі жалпы мағынаны білдіреді және де бір дегенді білдіреді. Мысал: an exam, an apple, an airport. Бұл жерде n қойдық. Өйткені i әріптері бұл дауысты болғандықтан біз n артиклін қойдық. Мысал: this is a newspaper. Бұл газета дейді. Бұл жерде деген біз артиклді қойдық. Өйткені n әрібі дауыссыз. My friend is an economist. Бұл жерде біз n артиклін қойдық. Өйткені economist дегендегі әрібі дауыссыз. Жалпы бір адамды айтып тұр бұл жерде. Ағылшын тілінде 26 әріп бар, 24 дауыссыз, 6 дауысты. 6 дауысты әріптерге a, e, i, o, u, y әріптері жатады. Енді бүгін сіздермен осы екі артиклге a, n артиклдеріне мысалдар келтіреміз. Менің ізімнен сендер қайталап отырыңыздар. Repeat after me. A lamp, a table, a sofa, a bag, a copybook, Енді дауысты әріппен басталатын, жаңа айтып өткендей, айтқалы отырған зат есіміміз дауысты әріппен басталса, онда n артиклін қоямыз. Мысалға: an apple, an exam, an airport, an advice, an uncountable, lampa, a table, stol, a sofa, divan, a bag, sömke, a copybook, däpter. En apple,
алма, an exam, экзамен, an airport, аэропорт, an advice, ақыл кеңес, an uncountable, саналмайтын. Сіздерге үйге тапсырма берем. Home task. Осы жерде берілген a және n артиклде арналған сөздерге қысқаша сөйлем құрап келесіздер. Әрқайсысына 3-3-тен. Артиклдері мынандай жағдайларда қолданылады. Өзен, көл, теңіз, мұхит атауларының алдында the артиклі қойылады. Мысалы, the Irtis river, the Sirdarya river, the Aral sea, the Amazon river, the Pacific ocean. Дүниедегі бірегей кездесетін планеталардың алдына қойылады. The Earth, the Sun, the Moon, the Star, the World. Зат есімдердің алдында реттік сан есім тұрса, сол жағдайда біз қоямыз. Мысалы, the fourth page, the fourth page, 4-ші бет. The 10th lesson, the 10th lesson, 10-ші сабақ. The 5th day, the 5th day, 5-ші күн. Кейбір елдер мен аймақтардың атауларының алдына қойылады. Мысалы, the USA, the Arab Emirates, the Republic of Ireland, the Great Britain. Қонақ үйлер, газет атаулары, мұражайлар және театрлардың алдында the артиклі қойылады. The Morning Star, the Hotel Алматы, the Palace Republic сөздердің алдына қойылады. Мысалы, one of the, some of the, most of the, each of the, all of the, both of the. Morning Star газетасы, Алматы қонақ үйі, Республика сарай. Мына жерде кейбір біріккен сөздердің алдында қойылады. Мысалға, one of the, біреуін, some of the, кейбір, most of the, көпшілік, each of the, әрқайсысы, all of the, бәрі, both of the, екібайтын жағдай. Адам алдына қойылмайды. Егерде бір адамды айтатын болсақ, фамилияның алдына қойылмайды. Мысал, Айдана, Асқар, Марат, Икрам, Стогов, Иванов, Смайлов. Не бұл жерде қойылмайды. Кейбір маусым, мезгіл, ай, апта, дәреже, лауазым, атақты белгілерінде ол жерде қойылмайды. Мысал, I was in spring, in December, on Monday. Профессор Ардақ. Үй жұмысына осы тақырыпты жақсылап оқып, үйреніп алыңдар. Видеомыз сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа.